Құрметті әлеуметтік желіні қолданушылар. Әкімшілік рәсімдік процестік кодекс 2021 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі. Әкімшілік әділет азаматтардың, заңды тұлғалардың құқықтары мен бостандықтарын мемлекеттік органдардың жария құқық саласындағы заңсыз әрекеттерінен қорғау үшін құрылған. Аталған кодекс сотқа дейінгі сатыда және сотта лауазымды адамның қабылдаған шешімімен келіспеген жағдайдағы мемлекеттік орган мен жеке немесе заңды тұлғалар арасындағы дауларды шешу тәртібін реттейді. Кодекс қарапайым адамның құқығын қолында билігі бар адамдармен теңестіруге арналған. Осы кодекс бойынша әкімшілік сот ісін жүргізу азаматтар мен заңды тұлғалар үшін неғұрлым оңтайлы болады. Бұл кодекс Қазақстан Республикасының басқа кодекстерінде кездесе бермейтін қағидаттарға негізделген. Онда мынадай қағидаттар көзделген. Мөлшерлестік қағидаты, яғни азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын шектейтін мемлекеттік шара мөлшерлес болуға, яғни жарамды және қажетті болуға тиіс. Құқықтардың басымдығы қағидаты. Заң актілерінің барлық күмәндері, қайшылықтары мен түсініксіздігі азаматтардың пайдасына түсіндіріледі. Сенің құқығын қорғау қағидаты. Азамат мемлекеттік орган қабылдаған шешімнің заңды екеніне сенімді бола алады. Егер заңсыз шешім қоғамның мүдделеріне қайшы келсе, онда ол адал азаматқа келтірілген залалды міндетті түрде өтей отырып жойылады. Анықтық қағидаты. Азамат ұсынған құжаттар мемлекеттік орган теріс деп белгілемейінше анық деп есептеледі. Аталған қағидаттарды бұзу, оның сипаты мен маңыздылығына қарай әкімшілік актінің күшін жоюға әкеп соғады. Кодекс екі үлкен бөлімнен тұрады. Әкімшілік рәсім және әкімшілік сот ісін жүргізу. Бірінші бөлімде мемлекеттік органдардың азаматтар мен заңды тұлғалардан келіп түскен өтініш бойынша шешім қабылдауы, қарауы және шығару рәсімі, шағымдану тәртібі егжей-тегжейлі жазылған. Тараптардың құқықтары мен міндеттері бекітілген. Екінші бөлімі сотта дауларды қарауға арналған. Мұнда талап арыз берілген сәттен бастап шешім шығаруға және сот актілерін қайта қарауға дейін бүкіл сот процесі регламенттелген. Әкімшілік рәсімдік процестік кодекс нормаларының өз деңгейінде жүзеге асуын жаңадан құрылған мамандандырылған әкімшілік сот жүзеге асырады. Мамандандырылған әкімшілік сот мемлекеттік билік органдарының, лауазымды адамдардың немесе жергілікті өзін-өзі басқару органдарының шешімдері мен іс-әрекеттеріне дау айту туралы істерді қарайтын болады. Соттардың 3 сатылы жүйесі сақталады. Аталған кодекс талап арызды қабылдау және қарау рәсімін жеңілдетті. Судья әртүрлі ұйғарымдар шығарудан босатылды. Тек талап қою арызын кері қайта алады. Яғни кодексте талап арызды қараусыз қалдыру, талап арызды қабылдаудан бас тарту және істі тоқтату туралы ұйғарымдар шығару қарастырылмаған. Әкімшілік іс ақылға қонымды, бірақ талап қойылған күннен бастап 3 айдан аспайтын мерзімде қаралады және шешіледі. Бүгінгі күні барлық даулар, оның ішінде азамат пен мемлекет арасындағы даулар бірыңғай ережелер бойынша қаралады. Тараптардың теңдігі, яғни соттарға өз еркімен дәлелдемелер жинауға тыйым салынған. Азаматтық істерде сот төреші ретінде әрекет етуде. Яғни тараптар оған не ұсынғанын ғана зерттейді. Ал жаңа кодексте сот өз бастамасы бойынша дәлелдемелерді жинауды жүзеге асыра алады. Даудың барлық мән-жайларын анықтайды, талап қоюдағы формальды қателерді жоюға жәрдемдеседі. Яғни сот іс қарауда белсенділік танытады.
Кодекстің жеке және заңды тұлғалардың құқығын қорғай білуге көмек көрсететін тағы бір оңтайлы тұсы, мемлекеттік орган немесе лауазымды тұлға өз әрекетінің дұрыстығын дәлелдеуге міндеттілігі. Яғни мұны біз былай түсінуіміз керек. Жеке және заңды тұлғалар лауазым иелері әрекетінің дұрыс-бұрыстығы туралы сотқа дәлелдемелер ұсынуға міндетті емес. Бұл кодекстегі судьяның жаңа рөлі шенеуніктердің мінез құлқын тәртіпке келтіру және азаматтардың құқықтарын қорғау үшін қолайлы жағдайлар жасау. Тыңдағандарыңызға рахмет.